Баршаға қайырлы күн достар. Сіздермен Айкерім. Бүгін хит болып жатқан осы жүрекше пирогтың жасалуын көрсететін боламын. Бұның рецептісін осы видеоның описаниясына жазып қоямын. Бізге қажетті заттар осылар. Ең алдымен жұмыртқа мен қантты миксердің көмегімен жақсылап қанты ерігенше араластырып аламыз. Сүтті және сұйық майды құйып, кішкене миксермен араластырып жібереміз. ұн мен қопсытқышты бірге араластырып жібересіздер. Ұнды аз-аздан салып, миксердің көмегімен бұны да жақсылап араластырасыздар. Ұнды міндетті түрде електен өткізіңіздер, сонда пирогтарыңыз әдемі болып көтерілетін болады. Өзімізге қажетті кішкене қоспаны алып аламыз, 2 қасық. Оған қызыл бояуымызды қосып, осылай өзімізге қажетті табасына салып, дәл осы мен сияқты таза медициналық шприцтің көмегімен осылай жасасаңыздар да болады, болмаса мешокқа салып, дәл осы видеодағыдай қылып жасап шығасыздар. Кейін шпажканың көмегімен жүрекшені шықсаңыздар болады. Енді қызып тұрған пеште 180 градуста пісіріп аламыз. Піскен-піспегендігін осылай таяқшаның көмегімен біліп аласыздар. Суыған соң жан-жағын кесіп формадан ажыратамыз. Біздің пирогымыз дайын, сіз де жасап көріңіз. Бір жасағаннан ақ әдемі шығады. Және менің арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Бұдан да басқа көптеген рецепттер салатын боламын.